Казцинк бұқтырма су қоймасына 300 мың балық шабақтарын жіберді. Тоғандарға балық жіберу компания қолдаған экологиялық бағдарламаның дәстүрлі бөлігін айналған. Бұл жолы арнайы іріктелініп алынған шабақтар Тораңғы шығанағына жіберілді. Бұл жердің таңдалуы тегін емес. Өйткені Тораңғыда жыл бойына балық аулауға тыйым салынған. Оның үстіне кішкентай балықтарды жыртқыштардан мұндағы қалың қамыс қорғайды. Рыбопосадочный материал, сигалетки карпа. Тұқы балықтардың сапалы қоры жиналған, шабақтар өміршең. Атап айту керек, Казцинк аймақтағы балық қорын көбейтуге үлкен үлес қосып келеді. Әр шабақтың салмағы бар жоғы 25-45 грамм болса, өсіп қалған балықтар 2-3 келіге дейін жетеді. Ал биыл Казцинк 300 мыңға жуық шабаққа тапсырыс берген екен. Бухтарминское нерестное оросное хозяйство. Бұқтырма уылдырық шашу шаруашылығы 1964 жылдан бастап жұмыс істейді. Гидроэлектростанцияларынан келген шығынды өтеу үшін құрылған болатын. Казцинк біздің ең үлкен тапсырыс берушіміз. Біздің асыл тұқымды балықтарды толтыруда компанияның қосып жатқан үлесі өте зор. Ал шабақтар арнайы көліктерді әкелінеді. Балықтарды тасымалдау кезінде су жәндіктері дұрыс дем алу үшін суға оттегі жіберіліп отырады. Данное мероприятие. Аталмыш шараны біз екінші рет өткізіп отырмыз. 2021 жылдың наурызында тағы да кішкентай балықтарды суға жіберу туралы жоспар бар. Биыл суға жіберілген шабақтар келесі жылы нағыз ақ балықтың түрлеріне айналады. Таңдау кездейсоқ емес. Казцинк балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығымен бірге аймақтардағы балық ресурсына зерттеу жүргізеді. Соның нәтижесінде балық өсіру үшін арнайы тәсілдер таңдалынып алынады. Глимара Салехин, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.